Бәріңе сәлем, сіздермен бірге мен Әсем Макс. Бүгінгі видеоны мен өзімнің бір күндік өміріме арнайын деп жатырмын. Себебі қазір бізде қыстық демалыс және де Қазақстандағы митингке байланысты Wi-Fi-ды бүткіл Қазақстан бойынша алып тастады. И сондағы уақытымды Wi-Fi-сыз қалай өткізіп жатырғанымды көрсетемін. Мен қазір деген особо далаға шықпаймын, үйдемін, потому что қазір ЧП болып жатыр. Сондықтан да кітап оқимын, сурет салам, заданияларды орындаймын. Достарымды үйге шақырып, солайынан уақытымды өткізіп жатырмын. Короче, ребята, мен таңғы асымды енді ішінде жатырмын, мен әлі ішкен жоқпын. Яичница и бутерброд істеймін. Осындай кішкентай табаға. То есть, короче, яичница. Сол баяғы обыкновенный рецепт, то есть особо өзімнен алып дым қосқан жоқпын. Вот. Мен укладку күшті. Если что, мен на укладкаға не түсіре аламын. Если ұнаса сіздерге қалай укладка жасалғанын түсіре аламын. Короче, мен осы кітапты оқайын жатырмын. Кітап бес не сказка ғой, и анда не бар, ішінде грамматика бар, словарь бар и упражнения бар. Ішінде типа мысалға кішкене түсіндіріп кетейін. Мұнда сказка жазылып тұрады басында. Мұнда қазір деген не красавица и чудовищный несі тұр. Потом соған упражнение береді. То есть наларға перевод жасау керек. Потом жаңа сказкаға байланысты сұрақтарға жауап бересің. И ішінде true мен false-ты нетесің. То есть ішінде қайсысы дұрыс, қайсысы дұрыс емес. Мұнда предлогтарды қоясың. Вот. И каждый раз солайынан, то есть мұнда красавица и чудовище біткенше сондай не правилалар болады. Потом уже Синдрелла, Золушкаға байланысты не сказка уже. Бірақ оларда уже упражнение чуть-чуть басқаша болады. Анда уже не past simple, сондай, короче, бұрынғы шақтарға или келер шаққа қойып. Әйтеуір, не ғой? Elementary ғой. Короче, жаңа менің достым келді. Енді екеуміз бірге шешін жатырық. Сплетни. Вот. Не знаю, бірге шешеміз, әңгіме саламыз. Одан кейін, может, не знаю даже, вместе сурет салатын боламыз. Или кітап оқимыз. Балзира! Шайға! Реклама. Жүгір. Блокқа өспей. Сюда. Вот, Балзира. Сам қолымдар ма? Помните, біздің блог, соңғы видеомыз, походу, не ана? Тамаққа байланысты. Челлендж. Су ішіп қоймас челлендж. Шай ішіп қоймай челлендж. Төменде Арчиға чиз көстім. Арчи, тамақ бер деп жүр. Тамақ қылсын. Опа. Жаңа мен досым. Короче, вот. Біз Балзира екеуміз раскраска ойнап жатырық. Онда маңындағы қыздар. Бояп болғаннан кейін қандай не бояғанымды, до этого не боядым, соның бәрін еще Балзира не бояды, соны көрсететін боламын. А Қазақстан процестің өзін қараңдар. Короче, я решила осы қызды бояйым. Ең бірінші беттегі қызды. Вот. Мне кажется, мы чем-то похожи, да? Нет? Или нет, да?
базар уже кетіп қалды. Одан кейін мен кішкене тикток түсірдім. 1-2 сағат Wi-Fi қосты соған. Если что, тиктокпен инстаграмға жазылып кетіңіздер, мұнда астына ссылкасын қалдырамын. Сосын қазір енді манты бүгейін деп жатырмын. Тамақ істейін деп жатырмын кешкі. Так что кеттік. Короче, базар үйіне кетіп қалды. Енді мен деген негізін деп жатырмын. Андай скетчбук, матчбук сияқтылар нелер бар ғой, задание орындайтын. Сондай орындайтын деп жатырмын. Сондай матчбук. Вот, ішінде там қызықты нелер бар. Орындайтын нәрселер бар. Короче, мен киіміне ауыстырып алдым. Прям тамаша болдым. Енді мен өзімнің сіздерге кешкі уходымды көрсетейін деп жатырмын. Себебі қазір демалыста менде көптеген тамақтар, тәттілер жеп жатырмын. И бетіме особо уход жасап жүрген жоқпын. Сондықтан бетім қазір особо не очинский болып кетті. И соған мен өзімнің бетімді қалай ухаживать ететінімді, күнделікті уходымды көрсетейін деп жатырмын. Что мен бірге болыңыздар. Мен деген мицеллярканың орнына осындай шербетті қолданамын. Білесіңдер ма, білмейсіңдер ма? Естігенім бойынша мицелляркадан көрі шербет намного лучше. И мицеллярка негізі бетке зиян дейді. Сондықтан да осыны қолданып жүрмін. Шербетпен жуып болған соң мен всегда бетімді деген мувалкин жуамын. Мынандай сонимолидікі кремдеу. Короче, вот осындай. Білмеймін. 2 жыл бойы осындай жуып жатырмын. Жақсы ма, жағылман ба деп айта алмаймын. Сондықтан да қазір бетім намыс болғаннан кейін кездесеміз. Көзім істесін. Қазір мен деген бетіме маска жағайын жатырмын. Способ, короче, сол тонкий соны жағамыз. Одан 10-15 минут күтіп, жасаймыз. Вроде қатқан сияқты, но ұстағанда қатты, но 15 минут точно өткен жоқ. Ладно. Мен бетімді тоник көрсеткеннен кейін маска қолданамын. Мен масканы аптасына 1 рет или 2 рет қолданамын. Күнде емес, күнде қолдана болмайды. Және де мен оны бір сағатқа холодильникке салып қоямын. Көп блогерлардан мен масканы холодильникке салып қойған көрдім. Теперь 20-30 минут күтеміз. Пока маска кеткенше, статус өткенше. Көп уақыт өткен жоқ, примерно 30 минут өтті. И алып болғаннан кейін осындай мен маска жағып болғаннан кейін осындай кремді қолданамын. Бұл кремнен пайдаланылған крем.
Сонымен мен бүгінгі влогты аяқтаймын. Менің күнделікті демалысым осылай өтіп жатыр, Wi-Fi жоқ болғандықтан. Сіздерге ұнаса лайк басып, комментарий жазып, және де ең бастысы каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Инстаграм мен тиктоктың ссылкасын төменге қалдырып кетемін, тоже жазылыңыздар. Бәріңе пока.